Одан қалды әйелің мен ар болатының арасындағы келісім ғой, ең қызығы. Түсінесіз ба? Жалпы мынандай бір тенденцияны байқаймын мен. Еркектер көбінесе өзіміз кайфовать етеміз. Оқты. Солай ма? Өзіміз кайфовать. Біз аларда не дедік? Сенің бүткіл біліміңді, руханиятыңды барлығы менің мойнымда деп айттың. Бірақ сен бала туғызасың, үйде декретке тастап кетесің, көзің бақырайтып, анау келесің, жүн болып жатады. Сен не дейсің? Екінші әйел аламын дейсің ғой сосын. Қазақта сөз бар ғой. Жібекті түте алмаған жын қылады, қатынды күте алмаған күн қылады дейді. Солай ма? Ит құдай. Содан не істейсің сен? Үйге келесің, елді ұстазың уағызына бір тыйып аласың. Түсінесіз ба? Қасында екінші әйел алған бірақтар бар. Олар келеді, екінші әйел ал, тоғаласың, тәпсірлейді ғой енді неше түрлі. Суреттейді.